Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын қызыл ірімшікті дайындаймыз. Үлкен ыдысқа 3 литр сүт құямыз және газдың астын жағамыз. Қайнатпаймыз. Қайнайын деп жатқан кезде үстінен 1 стақан айран құямыз. Барлық мөлшерін астына описаниеге жазып кетемін. Осы видеоның астынан қарап алсаңыздар болады. Айран қосқаннан кейін жақсылап бір қосқап араластырып алуымыз керек. Айран қосылғаннан кейін бір 10 минуттың көлемінде осындай іртік-іртік шеттерінен сары сулар бөлініп шыға бастайды. Сары суы бөлініп осындай іртіктер пайда бола бастағаннан кейін 2 сағатқа қайнатамыз тағы да. Екі сағат қайнағаннан кейін осындай сары қоңыр түске ене бастайды. Біздің осындай жаңа құйған айранымыз бұл. Содан кейін үстіне қантымызды саламыз. Қантты салғаннан кейін тағы да 2 сағатқа қайнатамыз. Сол кезде біздің қызыл ірімшігіміз қызыл қоңыр түске енеді. Міне, видеодан көрсеңіздер болады, біздің қызыл ірімшігіміз қып-қызыл қоңыр болып, дайын болып тұр. Енді біз оны осындай марлаға салып, суын жақсылап сығып алатын боламыз. Барлығын толық салып алғаннан кейін, бұл біздің массамыз өте ыстық болып тұр, қолмен сыға алмайсыздар. Сол үшін ауыр затпен үстінен бастырып, жақсылап суы кеткенше, суы тартылғанша бастырып қоямыз. Менде өзі ағып кететін дұршылақ жоқ, сол үшін осындай үлкен табаққа кесе қойып, кесенің үстіне массамызды қойып, оның үстіне ауыр затпен бастырып қоямыз. Мен бір шәугім суы толтырып, үстіне бастырып қойдым. Осы кезде су жақсылап сығылып, суы қалмайтын болады, өте жақсы масса қалыптасатын болады. Шамамен 1 сағаттай тұрды. 1 сағаттан кейін шәугімді алып, массамызды қарадым, су тартылып, өте қап-қатты әдемі масса дайын болыпты. Жалпы өзім қызыл ірімшікті өте қатты жақсы көремін, сондықтан үй жағдайында дайындап көрдім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, 3 заттан дайындалады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және каналыма тіркеле кетіңіздер.